Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым, ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шағын косметичка тігетін боламыз. Тікпес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет замок қажет, және де екі түрлі мата қажет. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұлардың көлемі 23-та 29 болады. Өздеріңіздің қалаған маталарыңызды аласыздар. Және де самоклеющий флизелиннің қатты түрі болады, мынау менде жұмсақ түрі. Өздеріңіздің үйде барларыңызды пайдалансаңыздар болады. Менде бары осы болды. Бір бұрышынан 2 сантиметр, келесі қарама-қарсы бұрышынан 1 сантиметр қалып белгілеп алып, осы аралықты сызғышпен сызып қосып, қайшымен қиып аламыз екі матаны да. Қиып алғаннан кейін астыңғы бөлігіндегі маталарды орындарын ауыстырып, біріктіріп, осылай тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін флизелинімізді бір матамызға жабыстыратын боламыз, тек бір бөлшегіне ғана. Жабыстырып, артық маталарын қиып алып тастайсыздар. Мінекей жабыстырып алдық. Енді осының астына және үстіне, яғни жоғарғы және төменгі жағына замокты орнататын боламыз. Менде бар замок осындай. Сіздерде метрлемей замок болса тіпті жақсы, артық шығын болмайды. Осылай екі жағына тігіп аламыз. Дәл видеодағыдай істеп аласыздар. Оны тігіп болғаннан кейін келесі матамызды орнатамыз бетіне, бұны да тігіп шығамыз. Замок ортасында қалуы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көк матаны көкке ыңғайлап қоясыздар. Мінекей осылай ыңғайлап қойып тігіп шығамыз. Тігіп алғаннан кейін замогымызды салып, артық замокты алып тастаймыз қиып. Қиып алып тастағаннан кейін косметичкамызды теріс қаратып, видеодағыдай екі жанын тігіп шығамыз. Екі жанын тіккен кезде айналдыру үшін бір шетінен ашық қалдырамыз. Тікпейміз, яғни ортасын. Видеода қалай көрсетілген, дәл солай жасайсыздар.
Ендігі кезекте осы тігіп болғаннан кейін 4 бұрышынан қиып аламыз. Ол үшін бір бұрышынан 4 см, тағы келесі бұрышынан, яғни видеода көрсетілгендей істейсіздер, бір жағынан 3 см белгілеп аламыз. Былай 3 см, былайынан 4 см. Дәл осылай 4 жағында белгілеп қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін видеодағыдай тігіп шығамыз 4 жағында. Тігіп болғаннан кейін жаңағы қалдырған бұрышымыздан, тікпеген жерімізден косметичкамызды оң қаратып аламыз. Оң қаратып, бұрыш-бұрыштарын дұрыстап, түзеулеп, аударған жерімізді тігіп шығамыз. Мінекей біздің шағын косметичкамыз дайын болды. Мінекей узорын қарасаңыздар, қалай күшті болып түскен. Дәл осылай сіздер де өздеріңізге қажетті көлемде үлкейтіп, кішірейтіп көлемін осындай әдемі косметичка болмаса пенал қылып тігіп алсаңыздар болады. Өте керемет әдемі шықты. Егерде менің осы тіккен бұйымым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.